Достар, сіздермен бүгін бұл мен Нойл. Бүгін біздер деген Майнкрафттан один блок ойнауды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін бізде қателеспесем 8-ші бөлім. Так, достар, қазірден сразу арнаға тіркеліп, осы видеоға лайктарыңызды басып, және де осыдан алдыңғы шыққан бөлімдерді көріп кетіңіздер. Сол кезде кішкене түсінікті әрі қызығырақ болады. Так, біз ойнайық. Мен ең алдымен өзімнің ағаш фермама барғым келіп тұр, өйткені мына бір ағаш әдемі болып өсіп тұр екен. Осыны сындырып алайық. Так, біз алдыңғы бөлімде осы топорымызды өзіміз жылтырлатқан болатынбыз, яғни мен сіздерге айтқам. Келесі бөлімде біз андай зат бар ғой, қалай айтушы еді, железодан жасалатын книгаларды қосатын. Короче, железо жинап сондай жасаймыз деген. Енді соны жасау керек. Болсын, бізге железо сындыру керек. Мен деген қазір достар железо тауып алайын. Бізге 3 железный блок керек, ал менде тек қана біреу. Сол себепті әлі маған 18 железо керек. Мен қазір 18 железоны қазып болғаннан кейін мен видеоны ары қарай жалғастырамын. А то видео өте ұзақ болып кетуі мүмкін. Достар, мен әлі қазып жатырмын. Менде қазір киркам сынады. Ал мен тек қана 3-ақ железо таптым, яғни мен қазір 3 железоға кирка істеп жасам. Олай болса бізге железо пайда түспейді. Сол себепті достар, мен ойланып тұрмын, алмаздан жасай салам ба деп, яғни алмазный кирка. Нормально это. Так, алмазный кирка міне. Осыны жасай саламыз достар. Еще қалған заттар керек емес. Енді осы алмазный киркамен сындырамыз. Так, мына жерден алмазный киркаға не бар бізде? Так. Ё-моё, басылып кетті сразу достар. Ренжімеңдер. Неге енді өзімді көріп үлгермедім. Это нормально, шли жаман деп айтуға болмайды. Болады достар. Так, бізде тағы да кітаптар берді. Мана мечке әдемі болады, мына өртейтін не ғой. Кітап қой, біз бұларды алып алайық сразу. Так, осыны алып аламыз. Именно қоямыз. Все. Енді ары қарай тағы да сындыра берейік. Біз небәрі 3-ақ железо таптық. Енді біз әлі 6 железо табу керек. Сол кезде тағы бір блок жасаймыз. Так, өте қатты сындырады екен кирка. Базар жоқ. Достар, маған мынандай зат беріп тұр. Яғни бізге зачарование стол беріп тұр. Менде бірақ зачарование стол бар. Сол себепті мен бұны алмаймын. Так, бізден бұл нелер керек емес бізге бәрі. Өйткені бізде зачарование стол бар. Сол себепті алмадым, сындырсам. Бізде 9 железо болды достар. Бізге бұл керек енді. Так, бұны бәрін лақтырып аламыз. Все. Достар, мен өзім заттарын сандыққа салып кетейін деп тұрмын. Өйткені менде қараңыздар қаншама кітап болып кеткенін. Бұл мен инвентарымда көптеген орындарды алып кетті. Сол себепті мен осыны бәрін лақтырамын. Мен жаңа осындай бір керек емес ресурстарды лақтырып атып, байқаусызда 15 алмазымды лақтырдым достар. 15 алмаз ойлаңыздар. Әшейін ауаға лақтырдым. Так, бұларды тастап түсеміз. 15 алмазым күйді бірақ достар. Мана сандықтың бәрін саптың қойып тенші кәз. Так, бұл сандықтың мұнан үстіне қоямыз. Так, ой-ой-ой, бұлай. Мұнау. Қалай болып отыр. Бұлай. И бұлай. Бұлай. И бұлай. Все. Енді орын кек. Достар, сындыруға тағы да келдім. Берді бізде мусорлар көп. Неше аласа мусорын бәрін алдық енді. Так, мыналарды сындырамыз. Бізге железо керек ғой, міне бір железо шықты уже. Так, сындыра берейік. Сандық не беріп жатыр екен? Жоқ, керек емес зат. Достар, мен айтпақшы ана 13 железомды пешке салып кеттім. Өйткені ол пісіп тұра берсін деп. Мен бізде дәл қазір 2 железо.
Так, міне 3 железа болды. Бізге әлі 2 железа керек достар. Бұл жерде ештеңе керек емес. Так, сынамыз. О, достар, 1 железа ақ керек бізге енді. 1 железадан кейін керек затымызды жасаймыз біз. Все, железамыз жетеді, қателеспесем. Енді бізге плюс 4 железа керек, өйткені біздің астымызда тұрады ондай. Помощкамның несінде. Так, 2 железа, 1 железа соңғы. Давай, соңғы 1 железа керек. Мусор керек емес. Железа. Достар, нені байқадыңыздар ма сіздер? Кирканы. Яғни мүлдем бізде несі кетіп отқан жоқ, міне железа шықты. Мүлдем жаны кетіп отқан жоқ, жай кетіп жатыр өте. Жақсы болды ғой негізі. Міне достар, бізде мына 9 железа қайнап қойыпты уже. Бұларды алып, біз бұмен блок жасаймыз. Так. Міне бізде 2 блок болды. Бізде мына тағы да 3-ші блок піскенше күтеміз. Оған дейін достар, видео лайктарыңызды басып, анаға тіркеліп қойыңыздар. Достар, бұлар пісеміз дегенше мен басқа аралға барып қайтайын да. Мысалы, мына аралға. Не болмаса мынаның ажағын аралға барып қайтайық. Кеттік достар. Бізде не көп? Сандық көп. Кеттік, сандықпен барамыз достар. Один блокта сандықпен көпір достар, кеттік ал. Сандықпен көпір кім жасаған? Ешкім жасамаған әлі. Мен жасайым, кеттік. 63 сандықпен біз ол жаққа жете аламыз біреу. Так, осылайнан қоя береміз достар. Неки, сонымен жетеміз. Достар, міне біз жеттік уже. Қараңыздар достар, сандықпен көпір. Сандықпен көпірді әлі ешкім істемеген. Әлі істеген. Достар, бізде нерде бір үй тұр. Кіріп көрейік. Так. Жүрін не бар? Так, бұны керек. О, достар, бізге как раз железа керек еді. Өте керемет болды. Нерде 2 спальня бар. Және бір кішігірім бөлме. Өбей. Қарай шығып кетейік. Менің ойымша бұл жерде один блок жоқ сияқты да. Әлде бар ма екен? Мәнісіндір көреміз. Один блок қолды мүмкін. Жоқ достар, бұл жерде один блок жоқ сияқты менің ойымша. Міне достар, бізде сандықпен көпіріміз тұр. Бізде железамыз қайнақ қалғанша деп ойлаймын. Базаға бар. Жәндегі керек затымыз жасайық. Так, 11 железа бізде болды достар. Жетеді железа. Так, осылайнан жасаймыз. И енді достар, бізде былай. И сосын былай. Міне достар, осыны жасай алмайатым. Мен жаңадан бері. Енді жасадық наконец-то. Бұны біз мына жерге қояқ. Және жанын сәндеп қоятын бізде ештеңе жоқ. Все, ничего. Достар, главный керек затымызды жасадық. Новый аралға бардық. Анаяққа сандықпен көпір жасап бардық. Біздер енді өзіміздің кітапшаларымызды алайық керек затымызды. Так. Мен өзіме меч жасағым келіп тұр. Яғни так, меч. Негіз маған шлей аса қатты бір керек емес меч. Просто для интереса жасап көргім келіп тұр бір затқа. Так, меч жасау үшін бізде инвентар толық қапты. Мынаны лақтырып жасап керек емес. Так, осылайын аламыз. И енді бізге осыны аламыз. Лақтырсылайық. Так, енді екеуін бір-біріне қосамыз. Так, достар, мынаны қосамыз. Бізде 4 опыт алады. Давай жасайық. Мінеки достар, бізде новый меч. Облик огня деген меч, яғни бұл өртейді. Міне, мысалы тоқтырсақ, өртеніп бізде піскен ет шығады. Мінеки достар, осындай меч жасадық. Және де ана жақта аралға бардық. И керек затымыз жасадық. И осындай зачарование зат жасадық. Яғни кітаптарды қосатын. Достар, осымен осы видео аяқталды. Видеоны лайктарыңызды басып, анаға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видео тез шықсын десеңіздер, комментария жазыңыздар.
ал ендеше қош давайте келесі кездескенше.